Penguin Vocabulary Elementary 9-шы unit. Бүгін бізде opposites деген антонимдар, adjectives, сын-есімдер. Сын-есімдердің бір-біріне қарама-қарсы мағыналары. Мына жерде бізде 15 сын-есім берілген. Осы 15 сын-есімді антонимдарын мына кроссвордқа жазу керек. Біз қазір солардың барлығын бірге жазайық. Біріншісі бізде interesting деген қызық. Біріншісін көрейік. Қызық дегеннің антонимі қызықсыз. Б деген әріппен басталады, значит, ол boring. Boring деген қызық емес. Clever деген ақылды. Нәрде екіде екінші әріп Т болып тұр. Значит, бізде болады ақылды емес stupid. Stupid деген бізде ақымақ, туплой деген сөз. Cheap деген арзан. Үште бізде X деген әріп бар. Значит, ол қымбат деген сөз. Expensive деген қымбат. Келесі right деген дұрыс. Енді дұрыс емес деген Г әріппен бітеді. Wrong деген дұрыс емес. Келесі quiet деген тыныш. Тынышқа антоним noisy деген шулы, шумный. Алтыншы heavy деген ауыр дегенде несі салмағы ауыр. Енді мына жерде салмағы жеңіл деген сөз light. Келесі easy деген оңай. Енді қиын деген difficult. Early деген ерте, кеш деген late. Safe деген безопасный, қауіпсіз. Қауіпті деген сөз dangerous деп оқылады. Asleep деген ұйықтап атқан деген сөз. Ояу деген awake. Келесі 11 clean деген таза. Таза дегенге антоним кір, dirty. Келесі shallow деген таяз деген сөз, неглубокий. Енді глубокий, терең деген ол бізде deep. Deep. 13 friendly деген дружелюбный, ашық пейілді, да, дружелюбный. Unfriendly, недружелюбный. Unfriendly, недружелюбный. Да? Дальше pretty деген бізде милый, әдемі. Ұсқынсыз деген сөз ugly. Некрасивый, уродливый. 15 kind деген добрый. Unkind недобрый. Unkind. Так, осы сөздерді жазып алыңдар. Әрқайсының антонимімен бірге. Енді мына жерде бізде un деген префикс бар, который сөзді антониміне айналдыратын. Бірақ барлық сөздерге қолданылмайды, кейбір сөздерге. Осы жердегі жазылған сөздерге жазып алыңдар. Мысалы, friendly, unfriendly, дружелюбный, недружелюбный, interesting, uninteresting, қызықты, қызықсыз. Boring десе де болады, uninteresting десе де болады. Екеуінің разницасы жоқ. Happy, бақытты, unhappy, бақытсыз. Окей, бүгінге осыны жазып алыңдар. Ертең тағы да сөздер болады. Ертең кездескенше.